Армысыздар қадірменді көрермендер, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы, өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан. Сонымен, бүгінгі сұхбат алаңында бізбен бірге қонақта мұнай-газ саласының сарапшысы Абзал Нарымбетов. Абзал мырза, қош келдіңіз. Қош келдік. Ең әуелі өзіңізге осылай уақытта сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді шыны керек, бүгінгі таңда әлемдегі геосаяси жағдай салдарынан мұнай саласында, газ саласындағы жаңалықтар күнде көптеп шығуда. Біздің еліміз үшін бұл өте маңызды. Енді күні кеше мемлекет басшысы Ресейдегі форумдағы сөздерінен кейін КТК-ның жұмысында тағы да жөндеу жұмыстары басталды. Енді халық бұны саясатпен байланыстырып отыр, бірақ энергетика министрі жаңа бұл саясатқа қатысы жоқ деп сендірді. Енді жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Мәселен, бұдан 1-2 ай бұрын жөндеу жұмысы болды. Осы жыл тағы да жөндеу жұмыстар жалғасып жатыр. Жалпы бұның астарында не жатыр? Енді тарихи шолу өткізейік. Жалпы КТК біз Қазақстан 98% негізі мұнайымызды Ресей арқылы жөнелтеміз. Бұл ресми ақпарат. Қазтрансойлдың және жылдық өзінің несі бар, отчеты бар. Сонда 98%-ын біздің Ресей арқылы. Оның 80%-ы КТК, 17%-ы Атырау-Самара мұнай құбыры, 2% порт Ақтау арқылы, және 1% Қытайға жөнелтіледі екен. Сонда біз былай жалпы келген кезде біз 100% ғой енді пайыз Ресей арқылы жөнелтеді екенбіз. Соның ең көп бөлшілік 80% КТК арқылы өтеді екен. Бұл туралы мен 8 наурызда жаздым, осы жылдың басында. Біз 98 ең мұнайымыздың көпшілігі Ресей арқылы жөнелтіледі екен деп. Енді ол жаңалық болды, қалды. Сосын КТК 22 наурызда жабылады. Жәндегі не болады? Боран болады ғой. Боран, дауыл болады. Дауыл болады. Дауыл болады. Дауыл болған екен барып, біреуін жабады, екеуін жабады, сосын үшеуін жауып тастайды 23-інде. Сосын қайтадан біреуін ашып қояды да, екеуі бір айдай жаңағы неде тұрады? Жөндеу жұмыстарында тұрады. Сондағы себеп дауыл. Енді 20 жылға қарайтын болсақ, 2001 жылдан бері секілді жатыр ғой КТК. Қанша дауыл болды ғой? Ол 20 жылда болмаған дауыл ма, түсінбедік. Бір жағынан және КТК жасаған компанияның ақпарына жөнелсек, ол жерде 100 жылға гарантия берген да. 100 жылдық дауылға төтеп беретіндей сапада жасалған инфраструктура. Шетел компаниясы жасаған. Жаңағы Япония бар ішінде, Голландия компаниясы бар. Яғни бір сапалы түрде жасалған негізі құбыр. 1000 километрден аса, 1000 километр құбыр. Күнделікті және 67 миллион тонна жылына мұнай өткізе алады. Бірақ қазіргі қолданып жатқан 63 миллион тонна. Ол дегеніміз күнделіктігі өтетін 1,3 миллион баррель мұнай күніне мұнай өтеді. Ол деген біздің 80% мұнайымыз. Ал біздің бюджеттің кірісінің 60%-дан жоғарысы ол мұнай экспорттан келеді. Демек біз қатты тәуелдіміз да. Ол КТК-ның бір 5-10% жабылғанның өзі біз бюджетке қалай әсер етеді екенін бұл жерден есептеуге болады да. Біз жаңағы бәрі бір жетеді. Мысалы, сіз шетелге шыққанның өзінде, Қазақстан көбісі Турция шықады ғой Қазақстаннан. Кеткен кезде сіз тек қана карточка алып кетпейсіз ғой қолыңызға. Жәндегі қолма-қол ақша болады. Кім біледі, карточка жұмыс істемей қалса, қолма-қол ақша болады. Қолма-қол ақша болмаса, карточка жұмыс істейді дегенде ғой. Ал мына жерде сіз бір бағытқа бүкіл мұнайыңызды беріп қойсаңыз, онда бір жаққа ғана тәуелді болады деген сөз да. Егер ол өтпей қалса, күтесіз, онда қашан ашылады екен. Сондықтан ол бізге бұл екінші жағдай отыр қазіргі жабылғаны. Ол кезде жаңағы дауыл деп жапты, бір айдай жөндеу жұмыстардан кейін қайтадан ашты. 15 сәуірден кейін қайтадан ашты. Енді бір айға жуық. Енді қайтадан жапты 15 неден маусымдан 25 маусымға дейін жабылды. Бірақ ол алдын ала жоспарланған дейді. Бәлкім жоспарланған шығар. Бірақ КТК 20 жыл ішінде тарихта, осы 2001-ден бері істеп жатыр, 20 жылдан аса уақыт істеп жатыр. Бір жылда 2 рет жабылмағанда бұндай уақытқа. Ол жерде жәндегі 3 не бар? ВПУ дейді ғой. ВПУ деген сөз жәндегі мұнайдан келген құбырдан мұнайды, оны алады да танкерге құяды. Сол құятын жәндегі 3 ВПУ дейді, жәндегі онысына плавающий установка дейді. Соның біреу істеп тұр қазір. Наурыз сәуірде де біреу істеп тұрды. А ол бүкіл құбырдың күшінің тек қана жартысын ғана қамтамасыз етіледі. Жартысы жабық тұрады. Енді біздегі жәндегі құзырлы өзіміздің министрлік, ол айту да бар енді дұрыс рас. Өйткені біздің мұнайымыз азаймады дейді. Жаңа бір ВПУ сеу арқылы Қашаған ремонтта қазір. Сонда Қашаған мұнай артық болмаған үшін біз ол жартысының өзі жетеді дейді. Бірақ мен есеп бойынша не жетпейді. Өз ойым басқа маршруттарға жөнелтіп жатыр қазір.
сол жетпеген 200 мың баррель дей ма сондай мұнай, ол жобамен где-то 8-ге бөлетін болсақ, бір 25 мың тонна мұнай басқа жаққа жөнелтіп жатыр. Ол Атырау Самара болуы мүмкін, ол Порт Ақтау болуы мүмкін, немесе Қытай бағыты болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде құзырлы және министрдің айтатындай бар, уайымдайтын ештеңе жоқ. Бірақ бұл жиіленіп кетті, соны байқау керек. Себебі сіз бүкіл жұмыртқаны бір неге салмайсыз ғой, жаңа себетке салмайсыз ғой, бірнеше себетке салған дұрыс. Ол риск менеджментті жәндегі тәуекелге бу үшін алдын ала сіз оның жәндегі несін аласыз, пысықтап аласыз да жолын. Баламалы жолдар, альтернативті жолдар. Ол болмаса бір жерге тәуелді болу, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Енді мына тәуелділік түсінікті. Мәселен, жиілеп кеткенді айтып өттіңіз. Шыны керек, мына соңғы 3 айда екінші рет 20 жылдық тарихындағы екінші жөндеу жұмыстары. Бір жылда. Бір жылда. Осыған қатысты өзіңіз мұнай саласында, газ саласында мамандармен ақылдасып сұхбат жүргізетін шығарсыз. Жалпы осы мамандар қандай баға береді бұл іске? Бұл тәуелділікті қайтып жоймақшымыз? Бұл тәуелділікті енді бірден жою мүмкін емес. Себебі бұл 1 жылда, 2 жылда болған мәселе емес. Бұл сол біздің 20 жылдық тарихымыздың болған алып келген несі қазір, нәтижесі. Бірнеше маршрут бар негізі, баламалы. Ол жаңа қазіргі маршрут, ол Қытай маршруты, ол Порт Ақтау маршруты. Порт Ақтау арқылы, жаңа Грузия арқылы Батуми портынан кетеді, немесе Баку Тбилиси Жейхан, одан да шамал кетеді, немесе Атырау Самара. Атырау Самарада ол негізі қазіргі таңда тұрғыдан негізі риск. Қай жағынан риск? Европаның жақында 6-шы пакет санкциясы жарияланды. Ол жерде Ресейдің жылдың соңына дейін мұнайға эмбарго қойып жатыр, алмаймыз деген. Одан бас тартып жатыр мемлекеттер. Сондықтан жылдың соңына дейін ол біздің Атырау Самара Ресей мұнайымен араласып, Юралс деген сортпен сатылады. Порт жәндегі Услуга бар, Приморск бар, Новороссийск. Ол жерде 6-шы пакет санкцияда жазылған. Дәл дружба мұнай құбыр емес, сол теңізден келген мұнайдан біз эмбарго қоямыз дейді. Ал сіз ол және құбырдан портта келген кезде Ресей мұнай ма, Қазақстан мұнай ма, молекуласы келмейді, мен Қазақстан мұнайым деп келмейді, дұрыс па? Оны қалай ажыратасыз? Ажырата алмайсыз. Сондықтан Қазақстан қазір Кепко деген сортты шардық дейді, және Қазақстан Export Blend Crude Oil. Жақында ғана жариялады. Енді ол саяси тұрғыдан аты жақсы, енді адамдарға ұнайды ғой, Кепко, біздің Уралс емеспіз. Бірақ айналып келген кезде сіз сол маршрутпен 17% мұнайыңызды бәрібір өткізесіз. Сондықтан ол риск, ең үлкен риск сол. КТК ол рисктің ішіне әзірше кірмейді, себебі КТК-дан жөнелтетін мұнай, ол 80% жәндегі мұнай, ол көбінесе шетел компаниялардың мұнай. Сондықтан ол шетел, Европа мен Америка компанияларының өзінің негізі несі бар да, уже қызығушылығы бар, өзінің пайдасы бар, сондықтан оны жаба қоймайды деп ойлаймын. Ол жердегі мұнайдың көлемі 90% Қазақстаннан келіп, 10% ғана Ресейден келеді. Сондықтан ол жерде Ресей мұнай ағыласқанның өзінде де көпшілігі Қазақстан мұнай болған үшін, және де ол шетел компанияларының несі болған үшін, өздерінің еншісінде. Сондықтан оған тосқауыл қояды деп ойламаймын. Бірақ ол жерде ең үлкен тосқауыл жаңағы ремонт жұмыстары ғой, қазіргі ремонт жиілеп кетті да. Ол ең үлкен риск. Сондықтан альтернатив маршрут айтқан кезде қарау керек. Қазіргі біздің тұрғыдан КТК-ны толықтай біз альтернатив бірден өткізе алмаймыз. Өйткені 55 миллион тонна жылына бізге ондай күшіміз жоқ. Қытайға ары кетсе 10 миллион тонна кетеді, Порт Ақтауға ары кетсе 5 миллион тонна кетеді. Болды, 15 миллион тонна. Атырау Самара ол онсыз да рискте. Ал негізі кезінде 2006 жылы ұсыныс болған Азербайжан жағынан, оларда және Баку Тбилиси Жейханды қосып жатқан кезде 2006 жылы Қазақстанға қосылу ұсынысы. Қазақстанға негізі қосылу ұсынысы болды. Қазақстан жоспары да болды. Каспий Азербайжан арқылы ма? Азербайжан, Каспий ККТС деген және Каспийский жәндегі транспортный не деген коридор деген және неден Азербайжанға Ақтауға дейін құбыр салынады. Ақтаудан танкерлер арқылы Бакуға жөнелтеді. Бакуден Баку Тбилиси Жейханға құйылып қайтып кетеді. Себебі Баку Тбилиси Жейханның күші КТК-дан кем емес. 60 миллион тоннаға дейін мұнай жөнелтеді. Қазіргі таңда тек қана Азербайжан 24 миллион тонна ғана оның жәндегі 40% ғана толған, 60% бос. Толық мүмкіндігін әлі пайдаланбай жатыр. Себебі Азербайжан мұнайы соңғы 10 жылда төмен түсіп жатыр. Кезінде 80%-ға дейін құбырды толтыратын, қазір тек 40%. Және ол төмен түсе береді. Неге? Себебі біріншіден Азербайжанда ондай кен орын жоқ біз секілді. Ол жылдан жылға мұнай азайып жатыр. Екіншіден Азербайжан халқының өзінің ішіндегі
жәндегі тұтыну, мұнай тұтыну, ол өсіп жатыр. Сондықтан ол жерде альтернатива, бізден болады, түркмендер болады, түркмендерде газ, оларда мұнай көп емес. 10 миллион тонна ма сондай шығады жылына. Одан көп шықпайды, оның өзі белгілі жерге, оның жарысы өздерінде қалады. Сондықтан қазақтарда, Қазақстан жағынан ол жерде мүмкіншілік бар негізі. Бірақ ол жерден инфраструктураға инвестиция жасау керек. Қомақты қаржы. Ол бірден болмайды. Ол кемінде 2, 3, 4 жыл алады. Сондықтан дәл қазір бізге альтернатива КТК-ға жоқ. Қысқа уақытта, ортадан аса ұзақ мерзімде оны жоспарлау керек. Оны мамандар айтып отыр, біз альтернатива болу керек деп. Ол риск менеджмент, ол риск менеджмент ең басты несі пункті. Әрқашанда сізде альтернатива болу керек. Сондықтан Қазақстанға қазіргі келіссөздер жүріп жатыр. Әзербайжанға бірнеше барып қайтты, самұрық қазына бар, басқа да нелер барып қайтып жатыр. Министрлік жағынан жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ мен ойлағандай, өзім көргенде емес, бұны негізі асығыстық таныту керек деп ойлаймын бұл жолда. Бұл жолда нақты қадамдар ұсыну керек. Стратегия жағынан жоспарлар құру керек, оны жасау керек деп ойлаймын. Сондықтан бір жерге тәуелді болмау керек. Әзірге картина жаңағыдай біз тәуелдіміз. Біз тәуелдіміз. Ремонт болған кезде енді күтеміз қашан бітеді. Түсінікті. Абзал мырза, осы ретте Әзербайжанға қатысты айтып өттіңіз ғой. Мәселен, жаңалықтарды оқыған шығарсыз, білуімше мемлекет басшысы сапармен бүгін Катарда, одан бөлек ресми сапармен Иранда болды. Бұл ірі мұнай өндіруші мемлекеттер қалай ойлайсыз, ол жерде бұл мәселелер талқыланды ма? Ол жерде мәселе бәлкім талқыланды. Себебі біз кезінде Иранға жөнелтілетін Ақтау арқылы порт Нека деген бар, своп операция деген бар. Нека жәндегі Иранның солтүстік жағынан порт қаласын алады мұнайды, оңтүстігінен өзінің мұнаймен сол көлемде шетелге теңіз маршруттарға жөнелтіледі. Бірақ ол кейін Иран санкцияға толық кіргеннен кейін Қазақстан жөнелтпейтін болды. Санкцияға кіріп кетпеу үшін. Енді ол қазір келіссөздер бәлкім жүргізіп жатыр, себебі Ресейдің мұнай егер эмбарго кіретін болса, ол үлкен көлем Ресейдікі. 7 миллион баррель, 7,5 миллион баррель мұнай негіз экспортқа жөнелтеді, 70%. Қазақстан мен Ресей негіз бір көлемде мұнай жөнелтеді 70-80%. Оны қазір альтернатива Ресейдің мұнайына жоқ. Сауд Арабияның өзі айтып отыр, біз ары кетсе 1 миллион ғана баррель шығарамыз дейді. Оның өзі 2025-2026. Венесуэла санкцияда, Иран санкцияда. Яғни ОПЕК мемлекеттердің Сауд Арабия мен Эмираттан басқасын бәрі төмен түсуде. Өйткені ескі кен қорындар. Альтернатива жоқ. Сондықтан бәлкім Ираннан санкция алып жатқанның күнінде Қазақстанда мүмкіншілік туады. Иран арқылы жөнелту. Әрине ол жерде де өзінің шектеуі бар, бірақ бізде бір альтернатива болады. Сізге бір мысал айта кетейін. Әзербайжанда мысалы 3 маршрут бар қазір. Мұнай жөнелтетін. Ол Баку-Тбилиси-Шейхан, ол Ресей арқылы Новороссийскке, үшінші Грузия арқылы Батумиге. Түркменстан газ кен орын 3 маршрут бар. Біреуін Ресейге жөнелтеді, бұрынғыдай, Қытайға жөнелтеді, Иранға жөнелтеді. Қазір 4-ші маршрутты жоспары енгізіп жатыр. Ол Афганистан, Тапи деген. Түркменстан, Афганистан, Пакистан, Индия. Айтайын деген өзіміз көршілес мемлекеттердің өзінде бірнеше маршрутқа жоспарлап құрып, оны жасап болғанда, біз неге бұл осыдан жасамасқа қарап? Ресейдің мысал берейін, соңғы. Ресей 70%-ын біз секілді сыртқа сатады, экспорттайды. Экспорт арқылы табыс табады. Оның 50%-ы Европаға, ең үлкен 8 мемлекет бар, соған кетеді, 8-10 мемлекет. Оның 25%-ы Қытайға кетеді, оның қалғандар әртүрлі мемлекет кетеді. Қарап отырсаңыз, 98%-ға негізі біз секілді бір территориялық мұнай жөнелтетін мемлекет менің ойымша дүниеде жоқ негізі. Оны айналып айтатын болсақ, бұндай көлемде мұнайы. Сондықтан үлкен сабақ біз басқа мемлекеттер көру арқылы, мен ойымша сол үшін де бәлкім біздің қазір келіссөздер Иранға баруымыз, Әзербайжанға баруымыз, ол тұрғыдан бәлкім бір ұсынып жатыр шешім жолдарын деп ойлаймын. Абзал мырза, сіз аналитиксіз бұл салада. Аналитика бұл болашақты сараптайды. Енді мұнай саласына болашағы қандай болмақ біздің елімізде? Аталған факторлардың бәрін ескере отырсақ. Енді былай айтайын, енді екі түрлі ұғым бар дедім алдында. Айтып өткендей, анализ бар, аналитика бар. Анализ дегенде ол өткен шақ пен қазір шақты талдайды, ал аналитика ол болжамға, қазір шақ пен келешекке болжам жасайды. Жаңа мен өзім Телеграм каналымда бірнеше сондай талдаулар жасаймын, болашаққа бір бағдар беремін. Кейін жаңалықтан шығып жатыр, оқыңдар деймін менің каналымда. Сол секілді. Енді Қазақстанның мұнай газ саласында қандай болжамдарым бар? Ол мұнай газ саласы, ол қазір сұраныс көп.
ал жәндегі ұсынып жатқан мұнай газ аз. Сондықтан мұнайдың бағасы жоғарылап кетті. Әлем бойынша. Әлем бойынша. 2 жыл бұрын мысалы мұнай газ бағасы өзіңіз білесіз, пандемия жылы қаншаға түсіп кеткен. Минусқа дейін түсіп кеткен кездер болды. Қазақстанның мұнайы жәндегі КТК дейді, ол 11 долларға дейін түскен кез болды. Жалпы бір жылға 40 долларға түсті. Келесі жылы 70 доллар болды, өткен жылы, биыл 100 доллардан жоғары. Неге? Себебі дүниеде сұраныс көп, ұсыныс аз. Яғни бұл жалғаса берсе мұнайдың бағасы түспейді. Демек Қазақстан ең жәндегі, мен бір нем бар, тағы осы жайында мақалам бар. 10 мемлекеттің ішінде экспортқа мұнай жөнелтетін 10 мемлекеттің ішінде. Біз мысалы 12-13 орында дейді өндірістен. Бірақ сыртқы экспорт жағынан келетін болсақ, көлемнен біз 9 орындамыз. Ол 9 орынымыз біздің өсе береді. Себебі басқа мемлекеттер мұнай төмен түсе береді. Және Әзербайжан секілді. Сондықтан Қазақстанның бұл өзінің рөл ретінде 5-10 жылда өте орасан негізі. Қазақстан үшін де, дүние үшін де. Ол біз айтады, бізде бір ғана пайыз мұнайымыз шығатын дүние жүр дейді. 1% емес, біздің экспорт жағынан біз 3% мұнайымыз шығады негізі. Ол өсе береді. Сонда Қазақстан бұны қолдану керек. Қалай қолдану керек? Экспорттан мұнай және келген табысты қайтадан өзіне жинау керек. Мұнайымыз қорымыз бар. Сосын жәндегі келешекке бағдарлаған жоспарлар соған жәндегі инвестиция құю керек дегенде. Мұнай табысымыздың біздің ұқыпты қолдану керек. Бірақ мұнай табысымыздың ұқыпты қолдану үшін мұнай табысымыздың жәндегі өз нелері бар, жәндегі КТК сияқты рисктер бар ғой. Оны да жәндегі алдын ала риск менеджмент жасау керек, алдын ала жәндегі жолдарын алатындай. Кейін мысалы КТК енді жабылмайды деп ойламаймын, бірақ жабылғанның өзінде сізде қандай маршрут бар, оны да мемлекет қарастырған жоқ жөн деп ойлаймын. Соны мен жаздым. Сондықтан мұнайға көп көңіл бөлу керек. Сосын газ. Газ бізде өзіңіз білесіз, келесі жылдан бастап тапшы болады дейді, дефицит болады дейді. Дүние жүзінде 100-ші орындамыз дейді. 22-ші орындамыз дейді, 100 жылға мұнайымыз жетеді дейді. Газымыз жетеді дейді, 100 жылға. 100 жылға жететін болса, келесі жыл неге дефицит болады? Бұлай қызық қой, оны сіздің 100 жылға газыңыз жоқ, оны айту керек. Ол техникалық газыңыз бар, жердің астында. Бірақ оны шығару үшін коммерция тұрғысынан сізге тиімсіз. Осыны ашық айту керек та. Біздің газ зауыттарымыз жоқ дейді, газ зауыттарымыз бар. Кейбір газ зауыттар 15%-ға дейін жәндегі өзінің несімен істеп тұр, жәндегі күшімен. Қалған бәрі бос. Демек олар газ өңдеу тиімсіз. Бағасы төмен ба, оны қарау керек та. Бәлкім бермейді. Сондықтан біз мұнай мен газға өте қатты көңіл бөлуіміз керек. Біз тарихтан алып келсек, біз ең көп табысты мұнайымыздан алып келеміз, 60%-дан жоғары, 60-70%-ымыз. Мұнайды сатамыз, а газымыз өзімізге керек. Сондықтан мұнайды сату арқылы ақша табуымыз керек. Газды өңдеу арқылы өзімізді қамтамасыз етуіміз керек. Өйткені мұнан кейін келесі энергия көзі ол газ болмақ. Одан кейін бәлкім жәндегі жасыл энергетика да бәлкім оған өтеді. Сондықтан әрқайсысы өз кезек-кезегімен мұнай дәуірі бітіп жатса да, газ дәуірі басталады, газдан кейін барып баламалы. Бірақ бұл бірден болмайды, 5-10, бәлкім 10-20 жыл. Қазақстан бұдан өзінің ендегі қол қусырып қалмау керек. Тамаша, Абзал мырза, осылай болашақты болжап, сарапшының осы саланың нақты маманның пікірін естіп бізде риза болып отырмыз. Өзіңізге ең әуелі рахмет, осылай уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, сұхбат бағдарламасының алаңында қонақта болған мұнай-газ саласының сарапшысы Абзал Нарымбетов мырза, Қытайдың пәлсапасы айтпақшы кез келген дағдарыс мүмкіндікке жол ашады. Сондықтан да біздің сарапшының айтқан пікірін ескере отыра, еліміз мұнай-газ саласында дамиды деген біздің де сеніміміз мол. Ал біз сіздермен әзірге келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта, саулықта қайта жүздескенше.